Тағдыр тауқыметі. Оқу жылы аяқталып қалған болатын. Аяулым бүгін бір ерекше көңілді еді. Себебі барлық сабағын өте жақсы деген бағаға аяқтап, сүйікті ата-анасынан сүйінші сұрауға асығып бара жатқандай. Үлкен ағасы ерлікке де балмұздақ, шоколад алып бер деп еркелеп, мойнына асылатын болдым деп қуанышы басылар емес. Бірақ аяулымның бұл қуанышы ұзаққа бармады. Себебі ол үй ауласына жақындағанда есік алдындағы бөтен топырлаған адамдарды көріп, кілт тоқтай қалды. Есін жинай алмай, абдырап тұрғанын жанына жедел жәрдем көлігі келгенде ғана байқады. Жалма-жан ішке қарай беттеді. Өз көзіне өзі сене алар емес. 19 жыл өмірінде ол кісілерден артық, ол адамдардан жақыны болмап еді ғой. Тіпті ағайын туыстармен деп жөнді араласпайтын үйдің ерке қызы не жыларын, не күлерін білмей қалды. Мәпелеп өсірген әкетайы мен анасы ана өмірге аттанып кетіпті. Қалай дейсіздер ме? Аяулым еш нәрсе білмегенімен әкесінің үлкен көлемде қарызы болған көрінеді. Жанкесер жауыздар сол қарызының өтеміне аяулымды тұл жетім етіп, зар еңіретіп, жылатып қалдырған екен. Басқа салса көнесің демекші, күндер өтті, айлар өтті. Әке-шешесін жер қойнауына тапсырып, аяулым жалғыз қала берді. Ал ағасы Ерлік сол үлкен қазадан кейін көрінген жоқ. Ағасы қайда? Не істеп жүр? Неге келмейді? Аяулым бұл сұрақтарға жауап таба алмады. Оқуды да тастап кетті. Ата-анасынан қалған кішкентай шағын үйде жалғыздан-жалғыз тұра берді. Туған-туыстары тек 40 күндік намазын берісімен алыстап кетті. Осылай жүріп 4 ай уақыт өтті. Аяулым үйінен тәтті нан, шелпек пісіріп, вокзалға барып сатып, солай ақша тауып күн көрді. Күн жексенбі еді. Аяулым ол күні жұмысына бармады. Үйін тазалап, кілемдерді қағып, біраз тазалықпен айналысты. Кеш бата дүкенге шығып қайтар жолда жанына бір шетел иномаркасы келіп тоқтады. Сәлем қарындас, Қайдар деген кісінің үйін іздеп жүр едім. Осы маңда деп түсіндіріп еді. Жол көрсетіп жібермес пе екенсіз? Жоқ, танымаймын, аяулым қысқа қайырды. Негізінде Қайдар аяулымның әкесі. Сол әке-шешесінің басын жалмаған жанкеспелер шығар деген үрей бойын билеп алды. Қарындас, өтініп сұраймын, тығыз шаруам бар еді деп, сұлу жігіт қыздың жолын кеспектеп тұрып алды. Танымаймын дедім ғой. Аяулым жүгіре жүріп үйіне жеткенше асықты. Таң атты. Әдеттегідей тәттілерін пісіріп алып, азанғы пойызға шықпақшы. Уақытқа қарап еді, кешігіп барады екен. Жалма-жан киініп сыртқа шығып такси тоқтатты. Қазір пойызды жіберіп алсам, еңбегім құр кететін болды-ау деп күйіп-пісіп тұр. Еш такси өтпей бір қырсық шалды. Негізінде ертерек шығып, қанша алыс болса да бәліштерін қымтап орап алып жаяу баратын. Бүгін кешіккенін өзі де байқамай қалды. Түнімен елеңдеп қорқып жатқаннан болар бәлкім. Осындай алып ұшпа ойының жетегінде тұрғанында кешегі иномарка сигнал басып жанынан өте шықты. Аяулым сасқанынан артына қарап алып, қадамдарын тездетіп үйіне қарай жүгіріп кетті. Бір қорқып, бір тәуекел деп отырып, пойыздың жүрер уақыты болғанын білді. Қаншама пісірген нандары, тәттілері бос кетпесін деп, далаға аңдап шығып, бәрін көршілердің балаларына таратып келді. Енді аяулым сыртқа шығуға қорқып, үйде тығылып жата берді. Бір кезде есік қағылмасы бар ма? Көршілер емес, себебі олар улап-шулап жүреді. Жай кішкентай балалар емес, себебі соққысы нық әрі қатты естілді. Жүрегі ұшып, не істерін білмеді. Есік соғуын тоқтатпады. Ақыры барып, жөнін сұрады. Мен, деді бейтаныс дауыс. Кім керек дегені сол еді, дүрсіл одан да қатты жиілеп қоя берді. Кім керек деймін сізге? Ерліктің досымын, аяулым, аша қойшы есікті. Ерлік жіберді дегенде ғана жалма-жан есікті ашты. Сәлем сұлу қыз. Кешелі бері шошып, қорқып жүрген шетелдік көліктегі жігіт
аяулымға ерекше бір ықыласпен жымиып қарап тұрды. «Сәлем, ерлік қайда? Ағам қайда? Аман-есен бе өзі? Сізбен бірге келді ме? Қайда деймін? Жауап берші», деп аяулым жылап жіберді. Қанша айдан бері хабар-ошарсыз кеткен ағасын ұзақ күткендігі, жан қиналысы, ішіне сыймай қатты қиналғандығы Руслан досының жүрегіне батып кетті. «Тынышталшы аяулым, тыныштал, бәрін айтам, сұрағыңның бәріне жауап берем. Тек мені үйіңе кіргізші», деп тағы да жымиып аяулымның көңілін аулағысы келді. Ерліктің досымен бірге келмегеніне көзі жеткен аяулым Русланды үйге кіргізді. Шай демдеп, қалған тәттілерін дастарханға қойып, аяулым бар құрметін жасауда. «Ағам жайлы жақсы хабар айтады-ау», деп бейшара қыз жүгіріп жүр. Жөн сұрасып, біраз үйренгеннен кейін Руслан әңгімесін бастады. «Аяулым, қалқам, мені мұқият тыңдашы». Аяулым осы сөзінен-ақ селк ете қалды. «Ерлік менің жақын досым. Басыңа қандай жағдай түсіп, жағдайыңның қаншалықты ауыр екенін білемін. Қазаңа ортақпын. Мені тыңда, тек шошымашы, жарай ма? Ерлік қазір Ақтөбе қаласында абақтыда жатыр. Тыңда, шошыма. Кішкентай қыз емессің, есің бар. Мен сенен еш шындықты жасырмай айтамын. Тек сен ақылмен тыңда. Осыдан 1 бұрын ерлікке барып қайтқан болатынмын. Сен менің досымның маған тапсырған аманатысың. Әке-шешесінен бірдей айырылу оңай емес. Ол сол кездегі оқиғаны естіп, әкеңнің қарыз болған адамына барған. Осы күйікпен жүріп, сол кісіні дәл солай бақилыққа аттандырды. Әке-шешесінің қаны үшін кегін алды. Басында қашып жүрді, тығылды. Бірақ ерлікті тауып алып қамап тастады. Жағдай осылай. Енді айтайын дегенім аяулым, мен сенің қасыңда үнемі бола алмаймын. Сен өзіңе сақ бол. Әлгі кісінің адамдары сені іздеп жүрген көрінеді. Мына үйді сатуға шығарып, 1-2 күннің ішінде бір шет жердегі елді мекенге көшіп кетуің керек. Ұқтың ба мені?» деп сөзін аяқтады. Аяулым біраз есін жинай алмай, естігенін жетік түсіне алмай үнсіз отырды. Руслан бөлген жоқ. Себебі қаншалықты ауыр екенін түсініп-ақ тұр. Неге, не үшін мына жалғанда жалғыз қалатындай, еш арқа сүйер жанашырым қалмайтындай не жаздым Құдайға? Алла, осынша ауыртпашылықты маған жүктей салғаның қалай, деп еңіреп жылай бастады. Жағдайды енді түсініп, енді есін жинағандай. Руслан жұбатып әлек. Аяулым ақылды қыз, ағасының ісіне еш ренжіген жоқ. Себебі өзі де сол кекті қоса алғандай бір күй кешті. Бірақ қайда барады, кім пана болады, әлі түсінер емес. Руслан жаман жігіт емес екен. Сөзі нық, басқан ізі айқын еді. Аяулым тек ағасының досына сеніп, артынан ере берді. Үйді сатты, дүние-мүлкін көршілеріне үлестіріп тастап кетті. Қолында тек бір ғана ала дорба заты болды. Олар жолға шықты. Руслан аяулымды қаладан алыс, өте алыс бір ауылға алып келді. Ол ауылда тек 16 ғана отбасы тұрады екен. Руслан қарындасын бір әжейдің үйіне орналастырды. Азық-түлік пен азын-аулақ ақшасын әжейге беріп, жағдайын айтып, аяулымды орналастырып кетіп қалды. Ендігі аяулымның өмірі осы шағын ғана ауылда өтетіні көңілді көншітті. Себебі өзі де қорқақтап жүріп, тыныш ұйықтаудан қалған қыз әжеймен де, қалған көршілермен де жақсы тіл табысып кетті. Уақыт өте берді, күндер жылжыды. Сол ауылда оқымаған, тек мал бағуды кәсіп еткен Азамат есімді жігіт болды. Жасы 25-ті шамалайды. Ал қалған ауылдастар ата-әжелер, сосын кішкентай балалар болды. Үйдің балалары есейіп, бой жетсе, бірден қалаға кетіп қалады екен. Тек Азамат қана мал бағып, осы ауылдың қорғаушысы, панасы деген атқа ие болған. Азамат аяулымды қарындасындай сыйлап, қамқор болып жүрді. Бірақ кейіннен қалай сезімі оянып, ғашық болғанын аңғармай қалды. Арада тағы 1 жыл өтті. Бәрі жақсы.
бір қалыпты болатын. Күндердің күнінде Руслан келді аяулымға. Ол арасында хабарласып тұратын. Бүгін еш ескертпестен ауылға келді. Аяулым қуанды. Ағасын көргендей қатты қуанды. Аяулым қалада бәрі тынышталды. Жүре ғой қайтамыз. Ағаңа апарайын сені сұрап жатыр. Аяулымның қуанышында шек болмады. Жалма-жан жиналып жолға шығайын деп жүргені сол еді, далада ауылдың бар адамы жиналып қалыпты. Көздерінен қимастық байқалады. Аяулым бәрімен жеке-жеке қоштасып, өзінің әжесіне үлкен алғысын жаудырып жатты. Бірақ ауылдастар арасынан Азаматты байқамады. Айналасына бір қарап өтті де, таба алмаған соң қымбат көлікке отыра кетті. Ол кезде Азамат сүйіп қалғанына толық көзі жетіп, қоштасуға көңілі дауламай, таса тығылып жай сыртынан қарап шығарып салған болатын. Ақтөбе, әдемі қала, үлкен-үлкен ғимараттар, адамдар, әрлі-берлі қимылдаған көліктер. Қала тынысын көрмегелі көп болған аяулым өткен шаққа, студенттік кезіне бір сәт оралғандай терезеден көзін алар емес. Түр сұлбасы қорқынышты бір ғимараттың алдына тоқтады. Ішке Русланмен бірге кірді. Сәл уақыт өткеннен соң ерлікті сол баяғы мойнына асылып еркелейтін жан ағасын көрді. Көзі жасқа толып, сағынышын сол жасымен сездіретіндей тек үндемейді. Бір сөз айта алар емес, қатты құшақтағысы келді. Бірақ түрме ережесінде ол жоқ болып шықты. Темір тордың арғы жағында ағасы тұр. Шаршаған, реңі қашып, әбден қиналған ағасының жан дүниесі аяулымның одан бетер жылауына себеп болды. Тек қолдарын ұстап, бетін сүйіп ағасы да көзі жасаурап, қарындасына жан қиналысын білдірмеуге тырысуда. Әлі үнсіздік, тек ымдап сырласқандай. Жалғыз айтқан сөзі: өзіңе абай болшы ботам, жыламашы, кешірші мені. Руслан аяулыммен әрі қарай жол жүрді. Зәулім сарайдай салынған бір керемет үйдің ауласына келіп тоқтады. Тамаша екен. Айналаның бәрі қымбат дүниелер, қымбат жиһаздар. Таң қалып келеді. Бірде Руслан аяулымға қарап: бұл менің ағамның үйі, кел жайғас деді. Отыра бергені сол еді, жоғарғы қабаттан бірнеше адамның дауыстары мен аяқ жүрістерінің дыбысы естілді. Русланның ағасы, жеңгесі және оның әке-шешесі екен. Сонымен аяулымды осы үйге жатқызатын болып, сол жерде бәрі мәз-мейрам болып мақұлдасты. Руслан жолға аттанып кетті. Аяулымның сол сәттен бастап құлдық өмірі басталды. Аяулымның байқағанындай, Русланның ағасының үйі емес, әйелінің қолына кіріп алған екен. Өте бақуатты адамдар көрінеді. Жеңгесі де үйдің жалғызы, еркесі, өте қатыгез, нашар адам болып шықты. Тек ағасы ғана адамгершілігі бар, биязы адам еді. Аяулым көнді, бәріне көнді, себебі барар жері болмады. Сол үйдің отымен кіріп, күлімен шықты. Бар жұмысты аяулымға қарап, бір тыным таппады. Осылай жүріп күндері өте берді. Ағасына өзі де барып тұруды әдетке айналдырды. Ағасымен бірге болғанына қуанып, алданып келеді. Бір күні үйлеріне қонақ шақыратынын және қолынан келгенше дастархан жаюын тапсырды жеңгесі. Аяулым қашпады. Бар білетінін жасап, дастарханды жайнатып қойды. Қонақтар келді. Ол асханада ыдыс жуып жүргенде қасына орта бойлы, қыр мұрынды, көзі домаланған, қалың қасты сымбатты жігіт келіп тұрды. Аяулым сәл қысылып ұялып қалды. Жігіт сөз бастады. Осы үйдің қызметшісің бе? Жоқ, олай емес. Енді неге ыдыс жуып тұрсың? Есімің кім? Русланның қарындасы деп естідім. Солай ма? Я, жақын танысайықшы. Менің арам ойым жоқ. Тек танысқым келеді. Міне осылай басталды алғашқы әңгімелері. Аяулымның жасы 20-дан асып, 21-ге қарап қалған шағы. Танысты, жақсы жігіт болып шықты. Үйіне әлсін-әлсін кіріп, көңілін өзіне бұрып алды. Аяулымның туылған күні жақындап қалды. Қайдан екені белгісіз, оны Қанат біліп алыпты. Туылған күн дегенді тойламайтын болғанға үйреніп қалған қыз
бұл жылы да үн-түнсіз жұмысын істеп жүре берді. Межелі күн туғанда Қанат келіп бір шоқ гүлімен аяулымды қуантты. Үйіндегілер қызды жақтырар емес. Әрқайсысы бір келіп қитырқы сөздермен тиісіп кететін. Аяулым бақыттымын деп ойлайтын. Себебі Қанат түрлі сыйлықтармен қуантып, сезімін білдіріп, басын айналдырып қойғанды. Арада тағы 2-3 ай уақыт зымырап өтіп кетті. Әбден сенімге кіріп алған Қанат бір күні аяулымды қалаға қыдырып қайтуға шақырды. Үйіндегілерден ыңғайсыз болады дегеніне қарамай қалаға алып шықты. Сенсіз өмір сүре алмаймын, саған үйленемін, балаларымның анасы боласың деген сөздері аяулымға артта қалған бар ауыртпашылықты ұмыттырып жібергендей болды. Бұл жағдайды ол я ағасына, я Русланға айтқан жоқ. Сол күні екеуі жақсы қыдырды. Көрмегенді көріп, әбден қуаныштан жылап жіберуге аз-ақ қалған аяулым Қанатқа: «Қанат, менің жағдайым сен ойлағандай оңай емес. Менің басымнан не өтпеді десеңші. Мен жалғызбын, туған ағам түрмеде жатыр, әке-шешем жоқ, туыстарым да. Қалай ғана менімен бірге боламын дейсің? Жауап берші» деп терең күрсінді. «Айым, ботам, күнім, мен бәрін білемін. Маған бастысы сенің адалдығың, нәзік жүрегің болса болды. Әлі-ақ бақытты боламыз» деп аяулымды одан бетер өзіне сендіріп баулап алды. Сол кештен кейін Қанат қоңырау шалуын сиретіп, үйіне мүлдем келмейтін болды. Аяулым қоңырауын күтіп жүріп шыдамай өзі хабарласты. «Қалайсың жаным? Жақсы. Қайдасың? Амансың ба? Менде шаруаң болмасын. Жүрмін да. Не болды саған? Хабарсыз кеткеніне алаңдап жүрмін». «Ештеме болған жоқ, басымды қатырмашы». Телефон тұтқасын қоя салған Қанатты аяулым еш түсінер емес. Арада 10 минут өткен жоқ, қоңырау түсті. Қанат екен. Қатты қуанып кетті. «Алло, жаным. Ау, ботақаным, сол. Ренжімеші. Мұнда бір шаруалар болып қалып еді. Қатты айқайлап жібердім бе? Ренжімеші, алтыным, сол». «Жоқ, жаным, бәрі жақсы. Тек сен аман болшы. Тыныштық па? Ай-я, жай майда-шүйда тірліктер ғой. Қайдасың?» «Үйдемін, қазір апам келеді жұмыстан. Тамақ пісіріп жүрмін». Жаным, сол менің ақылдым ғой. Қашан менің әке-шешеме осылай тамақ пісіресің? Құдай бұйыртқан күні. Қашан бұйырар екен, білмейсің ба? Мақұл, онда былай жасайық. Менде жақсы ой бар. Мына жақтағы жұмыстардан да шаршап кеттім. Сенің қасыңда болғым келеді. Бүгін мен сені аға жеңгеммен таныстырам. Сосын қарындасыммен, сосын мама-папамен. Келістік па? Сәл ыңғайсыздау емес па? Жоқ, жаным, сені ертерек таныстырып, ертерек үйленгім келеді. Аяулым көзіне жас алды. Алла, сансыз шүкіршілік, мен бақыттымын. Сағат 6-ны шамалап келеді. Қанат 1-2 минуттарда есікті қағып кіріп келетіндей күтіп отыр. Әдемі болып киініп, іштей дайындалып отыр. Өзін қалай ұстау керектігін, қалай сөйлеу керектігін қайта-қайта күбірлеп, қобалжып барады. Қанат та келді. Үйіндегілерден аяуды сұрап алып шықты. Сәл көлікпен қыдырып, қаланы аралап шықты да бір үйдің алдына келді. Машинадан түсе беріп еді, жанына бір келіншек жетіп келді. Өзін ара бір нәрсе деді. Қанат жоқ деп қайтарып жіберді. Жүр жаным, дайынсың ба? Я, кеттік. Қолынан ұстап 3-ші қабатқа қарай көтерілді. Қанат бүгін ерекше көңілді. Әйтеуір алып ұшып қуанып тұр. Соған қарап аяулым қуанды. Әйтеуір не керек, үйге келді. 3-ші қабатта темір есіктің қоңырауын басып еді, үн шықпады үйден. Сосын қолымен есікті соғып тоқылдатқанда есік кілттенбеген екен. Өздігінен ішке қарай ашылып кетті. Үйде жан баласы жоқ екені білініп тұр. Ой, ағаларым қайда кеткен? Үйде ешкім жоқ қой. Ескертіп қойып едім ғой деп ренжігендей түр байқатты. Әрі қарай сөзін жалғастырып, міне жаным, қарашы, еш ұмытпаған екен. Босқа ашуланыппын. Дастархан жасап қойыпты. Дүкенге шығып кеткен шығар, әйтпесе есікті ашық қалдырмас еді ғой. Кел мұнда отыр, деді Қанат. Аяулым ойында еш нәрсе жоқ отырды. Күтті. Әлі де болса күбірлеп, қалай сөйлесем екен деп қобалжып отыр. Арада 40 минут өтті. Қанат телевизор қарап отыра берді.
Бірде аяу, жаным, көп уақыт өтті ғой, ол кісілер қайда? Білмеймін ғой, өзім де түсінбей отырмын. Қоңырау шалып көрерсің мүмкін. Звондадым, жеңгем көтермейді. Ағам телефоны сөніп тұр. Қайда жүр, айттық қой келеміз деп. Құрсыншы, өзіміз отырып шәй ішіп алайықшы, қарным да ашып кетті. Мағұл, қазір. Аяулым асханаға келді. Үй әп-әдемі, жиһаздар жап-жаңа. Тек көрпе-төсек, ыдыс-аяқтар жоқ екен. Таң қалды қыз. Сонда қалай өмір сүреді деп күмбірледі де қойды. Асханадан сіңірке әзер тапты. Шәйнекті газға қойып, сүт бар ма екен деп тоңазытқышты ашып еді. Ең қызығы, онда 5-6 түйір жұмыртқадан басқа ештеңе жоқ екен. Тағы да аң-таң. Қанаттың жанына барып отырды. Қазір әжетханаға барып келейін деп Қанат тұрып кетті. Ойында артық ештеңе жоқ. Аяу асханаға шәйнегін қарауға бара жатқанда, Қанат сыртқы есікті іштен кілттеп, кілтті шкафтың жоғарғы жағына қойып жатқанын көріп қалды. Үндемей кіріп кетті. Шәйнекті қайнатып, алып келіп дастарханға отырып, үн-түнсіз бір кеседен шәй ішіп алды. Қанат аздап қыздың жанына жақындап отырды. Аяулым өз жігітінен қорқа бастады. Осы үйге келгелі 1,5 сағаттай болды. Аға жеңгесі әлі жоқ. Қанат сөз бастады. Жаным, үйленейікші. Мен сені бақытты етуге уәде беремін. Мәңгі қасымда болшы. Қызды құшағына алды. Аяулым тартыншақтағанымен еркек шіркін күші басымырақ қой. Одан бетер қатты құшақтады. Бетінен, мойнынан сүйе бастағанда, аяу ықтып шығып кетті құшағынан. Отыр бері, қайда қашасың, ешқайда кете алмайсың деп сықсылдап күлді. Мына сөзінен шошыған аяулым сырт есікке қарай беттеді. Қанат артынан келіп, жалма-жан ұстап алды да түпкі жатын бөлмеге алып келді. Қыз жігітім деп сеніп жүрген адамның арам ойын енді түсінді. Қанша қарсыласқанымен алып денеге төтеп бере алмаған қыз тек жылап қана жатты. Қанат өз ісін болғаннан кейін тағы да мысқылдап күліп, «Я, сенің қыз екеніңді білгенмін. Сол үшін мынаның бәрі, сол үшін. Не болды, жақсы актер шығады ма екен менен? Қалай ойнадым? Сендей түгі жоқ жетім қызды мен қайтем? Не үшін керексің маған? Ақымақ екенсің өзің. Я, әке-шешең жоқ, я, артыңда іздеуің жоқ. Сенің қай жеріңе қызығуым керек? Тек ешкім түртпеген арыңа қызықтым. Я, мен ойлағанда болды бәрі. Рахмет саған күнім». Қанат, не, менің ешкімім жоқ екенін біле тұра осылай жасағаныңа сене алар емеспін. Мен саған сендім ғой, Қанат. Сендім саған. Неге алдадың? Не үшін? Ой, ақымақ, әлі де түсінген жоқсың ба? Сен мен үшін ешкім емессің. Тек кайф беретін ойыншықсың. Ұқтың ба? Артыңда ешкім жоқ қой, не істей аласың маған? Айтшы. Менің ағам бар. Ха-ха-ха, ағам бар дейді ғой. Түрмедегісін айтасың ба? Әлде қатынының айтқанынан шыға алмайтын Русланды айтасың ба? Олардың сенде жұмысы жоқ. Сен ешкім емессің. Жетімсің, күңсің. Осыған дейінгі сыйлықтар мен мына бүгінгі үйдің өтемін осы бір тамшы қаныңмен қайтардың деп есептейік. Боссың. Аяулым киімдерін қалай қолына іліксе солай киініп алды да алды-артына қарамай ол қарғыс атқыр үйден қашып шықты. Көйлегінің әр жері қызыл-қызыл қан жұққандай көрінді, бірақ есін жинай алар емес. Жүгіре берді. Аяқтары да ырқына көніп тез жүрші деген жалынышты үнін тыңдамай шаршап талып барады. 1-2 сағатқа ғана алатын жалдамалы пәтер екенін қалай ғана білмеді екен. Қайдан білсін ақымақ қыз, ондайды өмірінде көрмеген. Кейін ғана байқады. Білгенмен не пайда, бәрі кешеді. Солай ағыл-тегіл жылап келе жатқанда бір көлік келіп, бейкүнә қызды қақты да кетті. Ең өкініштісі, сол көлік жүргізушісі адам қаққанын біле тұра тоқтамастан зулап өтіп кетті. Қыз ес-түссіз, көйлегінің кей жерлері ғана емес, қазір қыздың жатқан жері түгелімен қып-қызыл қанға боянды. Машиналар әрлі-берлі өтіп жатыр, бірақ жолдың шетіне қарай шығып қалған қызды ешкім байқар емес. Аяулымның есі бір кіріп бір шығып жатыр. Бір керемет бөтен әлемде жүргендей, аспанда ұшып қалқып жүр.
бала кезіндегі құрбысы Айсұлуды көрді. Бұлттан бұлтқа секіріп ойнап жүр. Еш алаңсыз, еш мұңы жоқ, қайран жастық шақ. Осы бір тамаша жап-жарық әлемде аяулым анандай ұзақ жерден әкесі мен анасын көрді. Тездетіп жандарына баруға асықты. Қолын созып жүгіріп келеді, бірақ жете алар емес. Оларды көріп қатты жылап келеді. Әке, апа, қатты сағындым ғой сіздерді. Мені құшағыңа алшы. Әкетайым, мені еркелетші. Әкешім, тоқташы, қайда кеттіңдер? Мен жете алар емеспін. Апа, күте тұршы. Қазір жетемін, күтіңдерші. Мені тастамашы, анашым. Бірге алып кетші. Қайда барасыздар? Сәл күтіңіз. Жетемін ғой. Әке, апа, тастамашы, күтші. Осылай сандырақтаған күйінде аурухананың бір бөлмесінде жатып көзін ашты. Жанында баяғы досы, сырласы Азаматы отыр екен. Көзінен көп мейірімділік байқалып тұр. Аяулым тағы да көзіне жас алды. Екеуі үнсіз түсіністіккендей бір-біріне қарап отырды. Азамат аяулымның қасында болды. Толық болмаса да өзі жүре алатындай халге жетіп, аяулымды Азамат ауруханадан алып шықты. Қыз болған жағдайдың бәрін айтып берді. Азамат бәрін түсініп, аяулымды ағасына алып барды. Ағасы да біраз өштеніп, кектенгенімен қолынан келер шара болмады. Азамат ерліктен рұқсат сұрап, аяулымды сол баяғы тыныш ауылға ертіп алып кетті. Жеңіл ескі көлікпен келген екен. Қайтар жолда екеуі аздан сөйлесіп отырды. Қалайсың? Ағаңды көріп жақсардың ба? Я, жақсымын. Еш жерің ауырмайды ма? Жоқ. Жолды көтере аласың ба? Болмаса пойызға мінейік. Бәрі дұрыс. Мені әжеме алып баршы тек. Жақсы. Аяулым, я, мен сені іздеп келдім. Сенесің ба? Сені іздеп тума-туысым жоқ қалаға іздеп келдім. Рахмет. Аяулым, өткен-кеткеннің бәрін ұмытып, тек маған сене аласың ба? Жоқ. Я, түсінемін, ауылға барайық. Баяғы күніміз әлі-ақ оралады. Әлі-ақ жазылып бәрін ұмытасың. Тек менің қасымда, біздің ауылда болсаң болды. Осыдан арадан 2 жыл өтті. Аяу қалқам, сиырлар келді ғой. Қазір әже міне шықтым. Алтыным сол, сен болмағанда қайтер ем? Аяулым, мен болмағанда Азамат сауар еді ғой. Ондай тұрған не бар? Әже, маған рахмет айтыңыз. Осындай келінді қаладан іздеп жүріп тауып әкелгенім үшін, деді Азамат. Қойшы енді, не болды, іздеп тауып деп, өзім-ақ келер едім ғой. Әй, осы сендердің әңгімелерің бітпейді екен. Бар жұмыстарыңды істеңдер. Жылы сөйлесең төбеме шығайын деп тұрсыңдар. Барыңдар кәне. Балалар, әжетайым менің, біз сізді жақсы көреміз. Бізбен бірге болшы мәңгі. Әжесі, айналайындарым, менің Алла бағымызға қарай көреміз ғой. Тек сендер ажырасып кетпеңдер. Әйтпесе мына үйдің тірлігін кім істейді-ай? Азамат, жоқ апа, енді мен аяулымды ешқайда жібермеймін, уайымдамаңыз. Оның үстіне мына қарынды көрмейсіз ба? Қампиып жарылайын деп тұрған. Бұл түрімен қайда барады? Азамат, қойшы, адамды ұялдырмай. Сосын қампиғаны несі? Әлі 5 айлық қой баламыз. Сонда да бұрын жоқ еді ғой, қайдан пайда болған мына қарның? Әжесі, ай, болды қойыңдар. Қарындарыңды сипалап тұрғанда қазір бұзау еміп қояды. Мақұл апа, мен сені сүйемін аяулым. Осыны білші деп Азамат қыздың құлағына сыбырлады да өз жұмыстарын жасауға асығып кетті. Аяулым расымен бақытты еді. Өзінің әке-шешесін, туған бауырын қайта жолықтырғандай өмір сүрді. Себебі жалғыз әжелері ата-анасының орнын толықтай толықтырды. Ал жолдасы Азамат үйленер кезде күйеуіңдей тіреу, ағаңдай қамқор, досыңдай сырлас және балаңдай ерке боламын деп уәде берген болатын. Аллаға шүкір, уәдесін толыққанды орындап, міне енді жақында баласымен қосылып еркелейтін күнді асығып күтіп жүр. Аяулымның түсінгені, өмірде қанша жолың болмай, тағдыр қатыгездікке жолықтырса да, тек бір Аллаға сеніп өмір сүру керек екен. Сол бір қорқынышты күнде маған Азаматты жіберген де бір Алла екенін де аяулым қазір мойындайды.
әр апта сайын ата-анасына құран бағыштап ағасының аман-есен шығуын тілеумен жүрді. Ол бақытын осы бір кішкентай ауылдан тапқанына және сол бақытқа ағасындай болған Русланның көмегімен жеткеніне өте қатты қуанышты еді. Бір жамандықтың арқасында екі жақсылық күтеді деген осы екен.